Суицид мәселесі қазіргі таңда өткір мәселе. Бұл туралы алдын алу тақырыбында ғалымдардың өзі тап басып, себеп салдарымен өз-өзіне қастық ойлағандарды райынан қайтарудың амалын әлі тапқан жоқ. Ал бұл кесапатқа пенденің итермелейтін себебі көп. Психологтардың айтуынша жасөспірімдердің арасындағы суицид отбасындағы жанжалдар мен әлеуметтік жағдайдың төмендігі десе, ата-аналар тарапы әлеуметтік желідегі әсер туындылардың әлегі дейді. Бірақ қазір болып жатқан өз-өзіне қол жұмсаулардың себебі бір-біріне ұқсамайды. Тіпті болмашы дүниеге бола өз өмірін тәрк ететіндер көп. Осы тақырып аясында әріптесім қоғамдық сауалнама жасады. Толығырақ сюжеттен көрейік. Жасөспірімдер арасында суицид проблемасы әлі де болса ең өзекті мәселе болып қалып отыр. Қоғамда түйінді сұрақ ретінде қарастырылатын осы жағдайдың туындау себептері көп қырлы. Суицид психологиялық құбылыс. Оны түсіну үшін өзіңе қол жұмсаған баланың рухани жағдайын түсіну керек дейді психологтар. Ал тұрғындардың пікірі қандай? Енді оның бәрі жаңағы өзін-өз қол жұмсау дегенде оны толық ештеңе айта алмаймын баламен. Жаңағы құмар ойын дейді, басқа да ойындар бар ғой қазір. Жастарды улап жатқан. Негізі ол енді адамның өзіне байланысты сияқты маған. Оның құмар ойынына, казиноға, басқа да жаңағы адамдар бара-бармайтын жерге оны ешкім жетектеп апарып жатқан жоқ қой. Енді дәл қазір уақыттағы жастардың ішіндегі басты проблемалардың бірі ол жаңағы суицидтік жолдарға қарай жастардың бейімделуі. Оған басты проблемалардың бірі ол жастардың өзіндегі психологиялық иммунитеттің аздығынан. Қазіргі сәттерде жастарға көбінесе азарт ойыны, жастар көбінесе алданып қалады жаңағы ойындарға. Кез келген Алладан қорқатын адам мұндай әрекетке бармайды деп ойлаймын. Сондықтан да дінімізден де қазір бара-бара ата салтымыздан да, ата дәстүрімізден де, дінімізден де алшақтап бара жатыр. Мамандардың айтуынша балалық кезеңде суицидиалды мінез-құлық жағдаяттық тұлғалық әсерлену сипатында болады. Көңіл күйінің жиі өзгеруі, албырттық, уайымдау, ызақорлық, қорқыныш, өзін немесе өзгені жазалауға ұмтылу осы әрекетке түрткі болады. Бала өзін-өзі қол жұмсауды өз қалауымен емес, күйзелістік жағдаяттан немесе жазалаудан құтылудың жолы деп санайды. Сондықтан бұл кеселдің алдын алу тек жақындарымыздың амандығын ойлағандығына іске асады. Мағжан Орынбасар, Ислам Қамшыбек, Жеті Ньюс.